6.07.501 стандарттау және сертификаттау білім беру бағдарламасына арналған шикізат және дайын өнімдердің қасиеттерін зерттеу әдістері пәні бойынша лекция. Бүгін екінші лекция тағамдық және өсімдік майлары сипаттамасы және алу технологиясы. Жоспар жалпы сипаттама өсімдік майлары және жануарлар майлары. Тамақ майлары қай ұлттың тағамдарын алсақ та майсыз тағам жасалынбайды. Себебі май барлық азықтардың негізгі нәрі, ең негізгі құнары болып есептеледі. Майлар жоғары калориялы тамақ өнімдері болып табылады. Ағзаға 1 грамм май тотыққанда 37,7 килоджоуль немесе 9,3 килокалория энергия бөлінеді. Енді соның ішінде өсімдік майын қарастыратын болсақ, өсімдік майын ертеректе күнбағыс, зығыр, мақта, жаңғақ секілді майлы дақылдардың дәнін жаныштап, ағызу, қыздыру, тарту, қысу секілді әдістермен алып отырған. Өсімдік майлары түрлі өсімдік дәндерінен алынатын табиғи өнім болып есептеледі. Майлы дақыл тұқымдарына дәнінде майдың мөлшері көп болатын дақылдар жатады. Олардан алынған майлар тамаққа пайдаланады және басқа өндіріс салаларында да қолданылады. Өсімдік майлары таза күйінде немесе маргарин түрінде қолданылады. Майлы дақылдардың тұқымдарының сапалық көрсеткіштеріне олардың түсі, иісі, ылғалдылығы, майдың мөлшері және олардың сапасы жатады. Майлы дақылдарға жататын майкене, яғни 54,3, жер жаңғақ 48,7, қыша 41,5, рапс құрамында 42,5%, крамбен 37,3%, күнбағыс 45,1%, күнжіт құрамында 50,2%, соя 20%, зығыр 42,2%-ға дейін май болады. Майды алудың әдістерінің бірі бұл экстракциялау. Май алудың ең тиімді, ең ыңғайлы әдіс болып алады. Бұны май дәндерінен май еріткіштермен еріту арқылы алады. Бұл май дәндерінен майын толық бөліп алуға болады. Яғни күн жарасында тек қана 1% май ғана қалады. Екінші әдіс механикалық тазалау, яғни майды тұндыру, фильтрлеу, центрифугадан өткізу арқылы бөгде қоспадан тазарту. Механикалық тазартудан өткен майды ғана рафинатталмаған деп атайды. Механикалық тазаланған, гидратталған, нейтралданған және ағарған май дезодорацияланбаған рафинат деп аталады. Дезодорация дегеніміз бұл процесте майдың табиғи ароматы, хош иістері болады. Сонымен қатар бензин қалдықтары ажыратылады. Дезодорация арнайы қондырғыларда жүргізіледі. Яғни 170 пен 200 градус аралығында қыздырылған майдан өткір аса қызған бу өткізіледі. Яғни бу аромат заттарды, яғни хош иістерді жұтады. Тазалаудың толық схемасынан өткен май дезодоратталған, яғни рафинатталған май деп аталады. Өсімдік майынан бөлек бізде қолданылатын екінші түрі бұл жануарлар майы. Қорытылған жануарлар майлары көбінесе сиыр, қой, шошқа, сүйек және тағы да басқа жануарлардан шикі майларды құрғақтай қыздырып немесе аздап су қосып қорытып алынған майларды атайды. Құрғақ әдіспен алу кезінде май шикізаттарын қазанда су қоспай қыздырады. Май қызып көлемі ұлғаяды, клеткалардан бөлініп бетіне шығады. Ыдыраған ткань қалдықтары шұжық деп аталады, ол тұнбаға түседі. Бетіне жиналған майда сүзіп алынады. Осы әдіспен алынған май сақтауға тұрақты, бірақ қою түсті болады, өзіндік күйген шұжық иісі болады. Ылғалды әдіспен алынған майға су қолдану арқылы алынады. Бұл шикізаттың күйіп кетуінен сақтайды, бірақ суда шұжықтың тканьдары ерейді, түзілген сорпадан майды бөліп алу қиынға соғады. Сондықтан май сақтауға тұрақты болмайды, яғни ұзақ сақта алынбайды.
Қорытылған жануарлар майларының ассортименттері. Мұндай майлардың көп тараған түрлеріне сиыр, қой, шошқа, сүйек және құрама майлар жатады. Қорытылған жануарлар майларын буып-түю және сақтау. Қорытылған жануарлар майларын ағаш және фанералы штампталған бөлшектерге, сонымен қатар ағаш жәшіктерге 30 килограммнан салады. Ыдыс түбіне пергамент, яғни майға қарсы тұра алатын арнайы төсеніштер қолданылады. Майдалап өлшеп буып-түю үшін картон, қағаз, шыны ыдыстары көп қолданылады. Сіздердің назарларыңызға бүгінгі лекция бойынша бақылау сұрақтары беріліп отыр. Сонымен қатар осы лекцияда қолданылатын әдеби тізімдері беріліп отыр.